Талғар жоғары медициналық колледжінің 4-ші курс студенті Еркін Айым, Нұрболат Маржан. Қазір біз жүрек соғысы тоқтаған зардап шегушіге алгоритм бойынша жүрек өкпе реанимациясын жасау және де алғашқы медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыратын боламыз. Ең бірінші біз өзіміздің және науқастың қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз. Науқастың есін тексеретін боламыз, яғни бағалаймыз. Мені естіп тұрсыз ба? Есіміңіз кім? Мені естіп тұрсыз ба? Науқастың есі жоқ. Естимін, сеземін, көремін үштік әдісі бойынша науқастың тыныс алуын тексеретін боламыз. Яғни оң қолымыздың алақан арқылы экспирация мен инспирацияны, ал құлағымызды мұрын ауыз үшбұрышына қою арқылы науқастың тыныс алуын еститін және тыныс шығарған кездегі жылуды сезетін боламыз. Науқасымыздың тынысы жоқ. Сол қолымыздың екінші, үшінші, төртінші саусақтарын ұйқы артериясына қою арқылы науқастың пульсын тексереміз. Науқастың пульсы жоқ, яғни өмірлік көрсеткіштері жоқ. Ақ киімдегі ер адам жедел жәрдемнің реанимация бригадасын шақыруды сұраймын. Жедел жәрдем шақырып, жүрек өкпе реанимациясын бастайтын боламыз. Ең бірінші, науқастың қатты аймақта жатуын қадағалап, бақылап қарайтын боламыз. Және науқасты қысып тұрған киімдерін босатамыз. Жүрек өкпе реанимациясын жасау кезінде қолымызды кеуденің төменгі 3-тен 1 аймағына қоямыз. Қолымыз құлып тәрізді, яғни дұрыс қойылу керек. Құлып тәрізді, алақан негізі, яғни тейнер, гипотейнер аймағы орналасу керек. Массаж жасаған кезде 30-2 деген көрсеткіш бойынша, ең бірінші 30-2 деген көрсеткіш бойынша 1 минут ішінде 100-120, яғни 4-5 цикл жасайтын боламыз. Ең бірінші массажымыз бізде бағалау, яғни ол кезде біз кеуденің қаттылығын бағалайтын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді біз науқастың тыныс алу жолдарын ашу мақсатында сафар үштігі әдісін қолданатын боламыз. Ең алдымен науқастың басын бір жағына қарай бұрамыз және де ауыз қуысындағы бөгде заттарды алып тастаймыз. Ол үшін сол саусақ пен ортаңғы саусақты дәке салфеткасына орау арқылы ауыз қуысын тазалаймыз. Және науқастың басын қайта қалпына келтіреміз. Оң қолымызды науқастың мойнының астына және сол қолымызды науқастың маңдайына қойып, басын артқа қарай шалқайтамыз. Және науқастың иегіне қолымызды қою арқылы науқастың аузын ашамыз. Амбу қапшығының көмегімен жасанды тыныс беруді жалғастырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді 3-4 цикл жасалып біткеннен кейін біз науқастың тыныс алу жиілігін тағы бір рет тексеріп көретін боламыз. Естимін, сеземін, көремін әдісі бойынша. Науқас оң қолымызбен экспирацияны, ал құлағымызбенен мұрын ауыз үшбұрышынан тынысты тексереміз. Науқасымыздың тынысы қалпына келіпті. Енді жүрек соғысын, яғни пульсын тексеру мақсатында ұйқы артериясына сол қолымыздың екінші, үшінші саусағын қоямыз. Науқастың пульсы қалпына келді.